Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз академиялық мәтіннің ерекшелігі және оның жанры. Академиялық мәтіннің ерекшелігі қандай деген сұрақтарға біз өткен сабақтан бері қарай жауап беріп келе жатырмыз, және ғылыми мақалаларды талдау барысында осы ерекшеліктерді ескере отырып, әлі де болса талдаулар жасауды үйреніп жатырмыз. Ғылыми стильде зерттеуші ғалымдардың ерекшеліктері көпшілігінің ойы бір жерден түйіседі, яғни нақтылықты, дәлділікті, реалдылықты, бірмағыналықты, объективтік, жақсыз грамматикалық баяндауыштардың болуы, бейнелілік және де эмоционалдық, бояусыз сипатталатын ерекшеліктерді біздің ғалымдар осы ғылыми стильдегі ерекшеліктерді, дискурдағы ерекшеліктерді астын сызып айтады. Осы тұрғында мынандай лексикалық ерекшеліктерді біз ескере отырып, алдағы жұмыстарды атқарамыз. Яғни ғылыми тілдің ортақ лексикасын қолданады. Ортақ грамматикалық заңдылықтарға бағынады. Өзіне тән ерекшелігі бар және өзіндік жүйесі мен құрылымы бар. Енді осы айтылған дүниелерді өздеріңіздің талдап отырған материалдарыңызда кезіктіресіздер және астын сызып қоясыздар деп ойлаймын. Ғылыми стильдегі жазылған мақалаларда сөйлемдердің құрылымы, өздеріңіз өткен сабақта көрдіңіздер, себеп, салдар байланысты, шарттылыққа байланысты, етістіктің құрылымына байланысты, бағалаушылық құрылымдарына байланысты келетіндігі айқындалды. Ал енді түрлі ғылыми жазбаларда келетін стильдік бірліктер, белгілі бір жалпы тілдік нормаларда кездесетін және қатаң түрде сақталған стилистиканың негізінде құрылған екендігіне мән бересіздер. Ғылыми стильдегі ең басты ерекшелік белгілі бір саланың нақты қатысына байланысты. Яғни онда қолданылатын атауларға байланысты, онда қолданылатын терминологияға байланысты екендігін біз баса назардан ұстауымыз қажетті, және соны біз білуіміз керек. Біз не жазып отырмыз және қандай терминологиялық бірліктерді жүзеге асырып отырмыз деген сұрақтарды біз қайтуымыз керек, естен шығармауымыз қажетті екен. Медицина саласында болса, бүкіл медицина саласында пайдаланатын және сол тақырыптық, аумақтық, пәндік негізде қолданылатын сөздерді қайтеміз, пайдаланамыз. Ой, мен мына ғылыми мақала жазып жатырмын, барлық ғылыми сөздерді қолданайын деуге болмайды. Осы жерде үлкен бір қателікке ұрынасыз. Яғни айтып отырған тақырыбыңызды ол белгілі бір ақпарат екендігі, ол жай сөйлеммен құрылған екендігі, ол белгілі бір терминдерді қамти алатындығын және ол хабарлы сөйлем екендігін ұмытпауыңыз керек. Ол тақырыпқа байланысты болса, сол тақырыптың негізінде құрылатын пәндік аймақ, сіз зерттеп отырған пәндік аймағыңызға байланысты қолданылатын терминологиялық сөздерді сол шектеу аймағында қайтесіз, қолданасыз. Осы тұрғыда ол қателікке ұрынбай дұрысқа негіздей алады. Жаңағы жазып отырған материалыңызда сіз қалыптасуы, терминологиялардың қалыптасуын, белгілі бір сіздің дәлелдеуіңізде көрсетілетін алдын алу, болмаса бір дәлелдеулерді негіздей отырып анықтауыштық, болмаса бір анықтау материалдарын дәлел ретінде алу, сосын уәж есебінде көрсету, аргумент пен факторға жүгіну, бұлар қалыптасу үстінде болатын құрылым болып табылады. Мынау дерексіздік және жинақтылық деген
осы ғылыми мәтіннің бойында кездеседі. Бұл жалпы ұғымның немесе абстрактты заттың белгісі ретінде көрінуі абзал. Яғни ғылыми стильдегі жинақтылық пенен дерексіздік бейнелі сөздің қолданылу мүмкіншілігінде жоққа шығара алмайды. Яғни белгілі бір нақты ұғымды, құбылысты, белгілі бір методологияға сүйене отырып, зерттеу әдістерін пайдалана отырып, талдайтын болсаңыз, сізде жүйелікке енген ғылыми танымның құрылымына келіп саясыз. Яғни сөздердің бейнелілігі ұғымды жеткізуге көмектеседі. Яғни бейнелеу құралдарын қолдану арқылы автор жеке қабілетіменен ғылым саласына байланысты ойын жүзеге асыра алады. Бейнелеу құралдарының ішінде не бар дейтін болсақ, салыстырулар, және сол салыстырулардың барлығы белгілі бір логикалық сөйлеу жүйелігіне, ойдың формасына негізделетіндігін қарастырамыз. Сонымен қатар сипаттау. Біз білеміз, методологияда жаңағы зерттеу әдістерінде, яғни эмпирикалық әдіс бар. Бұл жаңағы сіздің шығармашылық деңгейіңізде жүргізілетін түрлі танымдық талдаулар. Енді сол танымдық талдауларды жасау барысында белгілі бір заттық құбылысқа сипаттама бересіздер. Сол сипаттамаға түсіндірілу жүргізіледі. Бұның өзі қандай? Экспрессивті мақсатта жұмсауға негізделген емес болып табылады. Бірақ сіз оны белгілі бір аналитикалық тәсілді пайдалану барысында белгілі бір талдауларда кездесетін яғни пікірлерді, сілтемелерді қолдану барысында қолданылатын болсаңыз, сөйлеу жүйесінде ешқандай қателіктерге бой алдырмайсыз. Кейбір жағдайларда жаңағы логикалық жүйеліктен ауытқулар туып жатады. Яғни белгілі бір мақсатты тұрғыда дәлелдеймін деп, сол бағытта кетіп қалуы да мүмкін. Сондықтан алып отырған жүйелік, бірізділік, жаңағы дерексіздік, жалпылаулық, жалпы алып отырған материалдан алысқа кетпейтін шаблон болып табылады. Сонымен қатар сіз белгілі бір тілдік нормада қолданылатын сөздерді дәл деп алып, детонаттық мағынада жұмсалуын, сонымен қатар сол баяндауды белгілі бір нормаға сай етіп алып отыруыңыз керек. Сіз өзіңіз талдап отырған мақалалардың бойынан осы бірізділікті байқай аласыз. Жазып отырған маман ғылыми стильдегі терминдерді қолдана отырып, белгілі бір ұлттық құндылықты көрсетіп отырған және сол ғылыми стильдің функционалды қызметін атқарып отырғандығын көрсетіп отырады. Жаңағы алдымызда айтып отырған ғылыми стильдегі тілдік бірліктерде дерексіз, деректі уәждердің атаулары да қолданылып жатады. Әрине бұндай атаулар көбінесе филология саласында кездесетін, ол тақырыпта жазып отырған талдауларда кездесетін жаңағы атауларға сай келіп отырады. Жаңа айттық қой, әр саланың өзіндік бір талдаулары бар деп, сондықтан да осындай бір филологияға жақын жағы сіздерге де жақын болып тұрады. Сондықтан да осы алынған материалдардың көпшілігінде осындай талдаулар кездессе, осы тіркестердің категориясында, ол стилистикалық бағалау категориясында жұмсалғандығын біз қайтеміз бақылай алады екенбіз. Ал енді мына грамматикалық
стилдегі ерекшелік ол басында айтып отырған стилдік нормаға сай және сол стилдік нормадан ауытқып кетпейтін сөздердің қолданысы екендігін ескергеніміз жөн. Ең басты нәрсе мына алдымызда көрсетіліп отырған презентациядан байқасаңыздар болады. Бұл презентацияда айтылатын тілдік ерекшеліктерде қолданылатын ойлаудың абстрактылығы, логиканың қатаңдылығы, мазмұнның дерексіз жинақтылығы, жаңа айтып өттік, және солардың барлығы белгілі бір логикалық ерекшелікті құрайды екен. Бұл ерекшелік белгісі ойлаудың абстрактылығы, мазмұндаудың дерексіз жинақтылығы, ерекше логикалығы, тілдегі бірліктердің мағыналық дәлділігі және эмоциялық бояуы жоқтығы, осылардың барлығы ғылыми стильге тән ерекшелік екен. Енді мына бір композицияға мән берсеңіз, бұл ғылыми ойлаудың негізгі композициясын құрайды дейді. Яғни ғылыми термин бар жерде сөйлем анық болады. Сөйлем анық болған жерде белгілі бір стильдік жазбаның бар екендігі айқындалады, және ол белгілі бір тілдік нормаға сай екендігін көрсетуге болады. Мына нәрсені еске сақтап өткендеріңіз абзал, және бұны мына ғылыми стильдік етістіктерді, яғни кез келген жазылған мақалада етістіктерге мән берсеңіз, етістіктердің етіс формасында келуі көрсетіледі. Жарияланады деген сөздердің кездесуі, жіктеу есімдігінің бірінші жағында, яғни ой қорыту болмаса тұжырымдама жасау кезінде қолданылатын сөздері. Сонымен қатар үшінші жақта ғылыми шығармаларда қолданылатын үшінші жақтағы сөздер. Төртіншісі, өздеріңіз білесіздер, жаңа айттық, қалыптасып қалған, хабарлайды, зерттейді, баяндайды, тұжырымдайды, назар аударады деген сөздер. Бесінші, рай категориясы, яғни сөйлеушінің іс-әрекетке, шындыққа, болмысқа қатысты модальдық мәні бар парадигмалық тұлғалардың пікірін ала отырып, ақиқаттың рай категориясында жүзеге асырылуы. Сонымен қатар үш шақтың бірінде я болу, я болмауын көрсетуі. Сонымен қатар авторлардың ойларын жүйелі баяндау, тұжырымдауға қысқаша айтылған шолу жасалулары. Сонымен қатар ғылыми стильдің жаңа айтып отырған ғылыми композициясындағы негізгі құрылымдар академиялық мәтінде толық грамматикалық сөйлемдердің қамтылуында және құрмалы сөздердің себеп салдар арқылы келуінде, нақты дәлдік, дәлдеу мен заңдылықтардың болуында, сипатталуында, сонымен қатар жүргізіліп отырған арақатынастағы құбылыстар белгілі бір үрдісте болатындығы, сонымен қатар мынау синтакстік логикалық жүйелерде ойдың баяндаумен ерекшеленетіндігі, яғни ондағы байланысатын сөйлемдердің мағыналық логикалық байланыстағы синтаксистік құралдар арқылы шылаулар, қыстырма сөздер және етістікті маңызды қызмет атқаратын жерін ерекше назарға аударған абзал болып табылады. Сонымен қатар мына ғылыми стильдегі көп сыңарлы терминологиялық тіркестердің бірыңғай анықтауыштық мүшелерде кездесуі, одан кейін ғылыми стильдің жаңа айтып отырған жай сөйлемнің күрделенген түрі бағалаушылық ретте қолданылатын, анықтайтын, бағалайтын, сипаттайтын, толықтыратын деген сөздерменен келуі. Сонымен қатар зерттеп отырған ғылыми жұмыстың негізгі құрылымы айтып отырған осы белгілі бір үлгіде жазылатын болса, ол негіздеуді, дәлелдеуді, ой қорытындысын беруді, сосын түсіндірме немесе баяндауды қажет етеді екен. Осы айтылып отырған түсіндірме, дәлелдеме, теріске шығаратын ойлардың негізгі формулалары белгілі бір дәйекті түрде
хабарлы сөйлемдер ретінде келіп жазылып отырса, белгілі бір терминологиялық тіркестермен сипатталып, анықтауыштық мүшелермен беріліп отырса, онда ол толық ғылыми стильде құрылған мәтін екендігі анықталып отырады.